Giymese olmadı уже. Buraya ayaktan buraya koldan gitti уже. Kelin durs boldu Xuday kalasa. Жаңағы тамада балам ғой, мен bir qol sağıp qo'shimət ko'rsatib qo'yingizlar. Assalomu alaykum ardaqda ag'ayim. Sizlerмен қауышқан бізде қандай арман бар, жұлдыздай болып жанғандар, заман түлгі болса да тазыдай болып шалғандар, тура карантиндегідей барадасын жауып алғандар, бәрін айтта бірін айт, 2 жасқа шын жанашыр болғандар. Ассалаумағалейкум, қош келіпсіздер деп басын дейіп сәлем бердім ағайын. Енді естуімізше, білуімізше арғы жақта еркек азаматтың бәрі жасы 33-те болады екен өзі. Пісіп, ақылы толысқан жас дейді ғой 33. 33 жасын толдырып, бүгін үйленіп жатыр Бағдәулет балдарымыз. Апармаған жеріміз қалмады ондай. Әйтеуір үйлендік Құдай қаласа. Құтты болсын, жастар бақытты болсын деп бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сонда да бізге өтетіп жатырық деген. Келін ортаға шақырайық, келін келсін ортаға, келін келсін деп қоя, құрмет жасап қойыңыздар. Шыңғысқа қол соғып қойыңыздар. Шыңғыс оқтау ұстағаннан кейін не болатын білесің ба? 33-ке дейін жүресің не болғанда. Оқтау ұстақ. Арғы бетке барып тұра ғой. Қуаныш түсініп тұрмын. Тобыр ма жаңағы? Келін көрінбей қалады ғой бұдан. Достау. Жіңішкелі. Қатайға біреуіміз ақ боп тұрайықшы мына жерде. Әдем ба? Ой, сізге жібереді. 100 граммдан кейін бір әдем көрінеді бәрі. Сәл бір жаныңмен тұрайық. Бұл бәкең тектілердің ізі болған, жарқырап жүретұғын жүзі болған, бәкеңнің талғамы да биік екен, сүт бетінен қаймағын сүзіп алған, Бағдәулетке аямай қол соғыңдар, қорықпай қыпшақтардың қызын алған ирем. Ол бекеде енеңді таныстырып береміз, ғалымдай ағама тартқанда қазір оны көреміз. Шабытым тым биік айдай екен, бізді көре алмағандар сайдай екен. Ол бекедей анамыз қол көтерсін, ал біздің анашымыз қайда екен. Құдайым бақыт берсін басыңа көп, айтайын осы өмірде жасыма деп. Ол бекедей апамыз әлі жап-жас, құрдасындай боп болдым қасына кеп. Жаңа мен келген кезде ойлап қаппын, Бағдәулет ап келген қыз осы ма деп ирем. Сенге алмай көге. Ана өз киім қандай болса сондай беріп жатыр өзі. Ол вообще ауыр көкететін болды ғой өзі. Өлі наны майдалап кеттіңіз ғой, не қылдыңыз? Майдасын деп. Аяға саласыңыз құрсын. Соқта ғой. Жезден. Боқтамай кеттіңіз. Алдына түске қоншын. Одан кейін әпкеміз қалампыр қайда, қалампыр мен берік бар. Осыларға арнайы қос сәлемді беріп қал. Жоқ па? Берме онда. Берме. Келмей ма беретін? Одан кейін Асылхан бар ма? Забирашы, өзі зорғаған келінімізші сықлүй жоқ адама салдырмай қойықшаға. Қазір білер телефонда сразу үйіне звондай қазір. Жоқ, анаған да салдырып деп бердім. Беріп атқандар 2000 деп, а? Ермахан ұлданалар ден айтам қазір. Ермахан ұлданан айта салай ма? Жарайды. Ермахан ұлдана. Бәрін айтады бұл бала, айналайын келіңдер. Ереген келіп жатқанда қос сәлемді беріңдер. Ұлдана қайда, ұлдана. Екеуі 10 мың болды сондай. Қалсақ қойыңыздар, қошыма әпшеммен жездемек. Сабат сұрағымыз олысын. Неқта да қалтаға. Апа, Гүлнар дегендер бар ма? Шыңғыс, жұлдызайшы. Одан кейін Шыңғысым, одан кейін Айнұрым, оңынан тұшым ай күнің. Гүлшат,
Kolsap koşumet. Ben sonda banktın açar elini жаңағы. Ергім деген. Ойликстен жұмыс істеп отқандар салады ғой 5 теңгені өзі. Портебанк деп адам жүрегім ауып тұрсын. Портебанк жабылайын деп тұрған банк өзі. Кейде бар, кейде жоқ өзі. Акциясы 4 теңге тұрады. Каспиймен келген рақымға қос сәлемді беріңдер, шегін көрсет. Одан кейін Нұрлан бар. Рахым, Портебанк, есімің. Аңдалайын ағайын дұрыс болады егерде Нұрекеңе қаттырақ шапалағыңда ұрғаның айым. 10 мыңды 10-ға бөліп салдың ғой нағадан Нұреке. Рахмет сізге Нұреке. Күшті көп салды деп ойлап қасын деген ғой. Алдап кеткісі келді да сізді. Бірақ сіз қасында ол бәрін санап отырсыз. Қашты қанша болды апа бары? 500-ге жеттің. Ай, рахмет. Ерлан деген мен ба жаңағы апа? Жақсы айтады екен, күш ташады екен. Номері қанша екенде бір қол салып қойыңыздар. Мәз болып қалайық. Сен салдың ба жаңағы маман 1000 теңге беріп кетіп еді саған? Салдың ба? Бір қоланы жабады ғой бүгін. Рахмет. Құдай берсін, кем қылмасын. Дастарханға береке берсін деп кім айтады? Енді беретін бәрін беріп қойды. Камада үлкен рахмет айналайын. Атын кім дедің сен? Ерлан. Қай елдің баласысың? Қатарым десең. Қоңыраттың. Шаян баласын. Жиенбеттің. Шаянда жиенбеттер бар ма? Біреу ақ, мен ақ болсын. Тамырың терең болсын, өз жақсы болды айналайын. Ал бергені. Бергілі ма қарайын ба? Мынау көршіңізде келесі ағам дұрыс болып қалды деп атқасын құлақасы. Малеке, мынау сізге қазір әкеңіз маған берсаңыз ақша керек емес оқыған кісілер болады уже.